Қайырлы күн. Сіздермен бірге уролог-андролог дәрігер Дінмұхамед Бақтиярұлы. Бүгін 10-шы сабақтың тақырыбы дені сау ұрпақ сүюге ерлердің дайындығы. Жалпы неше жастан отау құру керек? Оның ерекшелігі неде? Не себепті осы отбасы құруға дайындық керек? Қазақта сөз бар. Қызға 40 үйден тыю, ұлға 30 үйден тыю, ел болам десең бесігіңді түзе, 13-те отау иесі деген сияқты қазақтарда жақсы сөздер бар. Енді бұны не үшін айтқан, не себепті? Ең бірінші 13-те отау иесі дегенге тоқталып кетейік. Ер балаларда жас өспірімдік шақта репродуктивті жетілу, репродуктивті жасқа жетіп, организмде ер адамның ересек өмірге қадам басуына, организмнің дайындалуының алғашқы сатылары осы кезден басталады. Яғни аталық бездері, аталық жыныс органдары өсіп, жетіліп, ол жақтың функциялары дұрыс қалыптаса бастайды. Енді осы үйленудің алдын білу керек бірнеше қағидалар бар. Қазақтың салты бойынша, жеті атасын сұрасу, және де бұл кезде бұны не үшін? Себебі егер де бізде туыстық қарым қатынасы бар адамдар үйленетін болса, отау құратын болса, ол жақта әртүрлі хромосомалық аурулар немесе әртүрлі аномалиялардың пайда болуы мүмкін. Осыны сақтау мақсатында біздің ата-бабамыздың көрегендігі, білгендігі осы жай ғана жеті ата сұрасудан басталады. Яғни қазақтар бір руластар қыз алыспайды сияқты әртүрлі білу керек қағидалар бар. Одан кейін ерте жыныстық қатынас және оның салдары. Ерте жыныстық қатынастың салдары қандай болады? Ресейдің статистикасында былай екен, 16 жасқа дейінгі жас өспірімдердің арасында жыныстық қатынаспен өмір сүретіндер 30,2%. Яғни 100 адам болса, оның 30 адамы, яғни жыныстық қарым-қатынаста өмір сүреді. Енді бұның салдары қандай? Салдары, егер де адамдар ерте жыныстық қатынасқа түсетін болса, ер бала, қыз балалар ерте жыныстық қатынасқа түсетін болса, оларда ең бірінші организмде қыз балаларда кезетін ранний беременность, ерте жастағы жүктіліктің пайда болуы. Одан кейін әртүрлі ерлер тарапынан болсын, қыздар тарапынан болсын, әртүрлі аурулар, олардың ішінде жыныстық жолмен берілетін инфекциялар, және де әртүрлі қосымша ауру бар, тұқым қуалайтын аурулар бар, және де гормоналды әртүрлі бұзылыстар бар, және де психологиялық бұзылыстарда осы ерте жыныстық қатынастың негізгі салдары болып табылады. Одан кейін үйленгеннен кейін енді қай жаста үйлену керек? Негізінде арнайы енді бізде 18 ер адамдарда, қазақтан андай айқай 25 дейді, 25 жас ер балалар үшін гормонның пигінде, организмнің пигінде, одан кейін ұрықтың өндірілуінде де ең патологында осы 25 жасқа жетеді. Ал одан ары қарай жас ұлғайған сайын гормондардың деңгейі төмендей береді. Сол себепті ер балалар үшін, яғни қыз балалар үшін де осы жасқа дейін негізінде тұрмыс құрып, отау құрып, үйленіп, үй болған дұрыс болады. Енді үйленбес бұрын ер балаларда бір тексеру керек қағидалар бар. Ең бірінші репродуктивті потенциалдарын анықтау қажет. Оның бірнеше тәсілдері бар. Бірнеше бізде тапсыру керек. Енді ер адамдардың дәрігері, уролог, андролог маман болғаннан кейін міндетті түрде тапсыруға жіберетін бірнеше анализдеріміз бар. Оның бірі, яғни ер балаларын үй жағдайында тексеру қажет бір нәрсе, таңғы эрекцияға мән беру. Таңғы эрекция ер адамдардың денсаулығының ең бірінші индикаторы. Яғни мысалға, егер де зерттеулер бойынша ер адамдардың таңғы эрекциясы слабый болған, не болмаса таңғы эрекциямен проблема болған жағдайда, ол адамдарда алдағы 10 жылдықта жүрек қан тамыр жүйесімен проблемалар пайда болған. Сол себепті ерлердегі бұл таңғы эрекция ер адам үшін ең бірінші индикатор, яғни организмде ең бірінші дабыл қағатын органдардың бірі болып табылады. Сол себепті қарау керек. Бірақ айтуларыңыз мүмкін. Кейбір адамдарда мысалы бір аптаның ішінде бір күн, екі күн эрекция болмай қалуы мүмкін.
Өйткені оның жұмысына байланысты, стрессіне байланысты, өмір салтына байланысты, ұйқының дұрыс болмауына байланысты өзгеріп отырулары мүмкін. Яғни мысалға таңғы сағат 12-де тұратын адам ол таңғы эрекцияны көрмеуі мүмкін. Себебі бұның уақытысы таңғы сағат 6 мен 8-дің аралығында. Осы кезде организмде тестостеронның пик деңгейіне жетеді. Сол себепті таңғы эрекция көрініс береді. Сол себепті аптасына егерде шаршап жүрген болсаңыздар, аптасына 1-2 рет оны байқамай қалуыңыз мүмкін. Ал қай кезде мән беру керек? Егерде ол ұзақ уақытта, 1 апта немесе одан көп уақытта таңғы эрекция болмайтын болса, онда міндетті түрде дәрігерге қаралу керек. Одан кейінгі тапсыру керек бірден-бір анализ ұрық сапасы, спермограмма және де оның қосымша мар-тест анализдері бар. Осыны қарап тексеру керек. Яғни спермограммада біз нені анықтаймыз? Оның құрамы, оның сапасы және де ұрықтың сперматозоидтардың активтілігі, қозғалғыштығы, формасы, яғни ода ешқандай аномалиялардың болмауы сияқты оның қасиеттерін қараймыз. Одан кейін мар-тест. Мар-тест дегеніміз оның бізде организмде кейбір жағдайда өзінің өзінің жасушаларын бөтен дене деп тауы мүмкін. Осыны мар-тест арқылы талдаймыз. Егер де бұның 50%-дан жоғары болып кететін болса, ол адамдарға аутоиммунды бесплодие деген диагноз қойылады. Бұл дегеніміз организм өзінің жаңағыдай сперматозоидтарын бөтен дене деп табады. Оның басында иммуноглобулиндер бар. Ол әйел жатырымен жанасқан кезде ол жағдайда жүктілік ала алмайды. Сол себепті бұларды тапсыру міндетті. Бұрын-соңды жыныстық қатынасқа түсте жыныстық инфекцияларға тексерілу. Жалпы ер балалардың көбісі ерте жастан жыныстық қатынасқа түсетіні белгілі, бұндай жағдайлар көп болады. Сол себепті бұл жағдайда инфекцияларға міндетті түрде тексереміз. Негізінде инфекцияның 25-30 шақты түрлері бар, бірақ бізде көбінесе маңызды тексеретін 9 түрлі қатерлі 9 түрлі анализ бар. Инфекцияның түрлері бар. Соларға анализ тапсырамыз. ПЦР анализ арқылы жағынды мүше басынан жағында, уретрадан жағында алу арқылы. Егерде кейбір жағдайларда инфекцияға тексерілмейді, қаралмайды, бірақ балаларда, жұптарда бедеулік болады. Тексеру барысында олардың ұрық жолдары бітеліп қалған жағдайларда кездеседі. Ол да осы инфекцияның салдары болып табылады. Ондай жағдайда ол адамдарға операция жасау арқылы ары қарай табиғи жүктілік ала алмайды. Оларға эко бағдарламасы арқылы ғана алатын жағдайлар болып қойды. Сол себепті егерде сіздерде партнермен, мысалға жаңа партнермен жыныстық қатынасқа түскеннен кейін міндетті түрде осы инфекцияларға тапсыру отыру керек. Енді тапсыру үшін де арнайы қағидалары бар. Қандай қағидалар? Таңғы уақытта кіші дәретке шықпай анализ тапсыру керек. Егер де кіші дәретке шыққан болса, анализ тапсырудың уақыты 4 сағаттан жоғары уақыт болу керек. Егер де одан қысқа уақыт болатын болса, мысалға зәр шыққан кезде ол зәр каналын жуып өтеді. Ал жуып өткеннен кейін ол жерде инфекциялардың бәрін шайып кетуі мүмкін. Оны өсу үшін де уақыт керек. Ол шамамен осы 4 сағаттан жоғары уақыт. Енді көп ер балалар осы инфекцияға жағынды алады деп урологқа келуден қорқады. Қазіргі уақытта одан қорқудың қажеті жоқ. Себебі қазіргі уақытта зәрдің алғашқы порциясын алып келсеңіз лабораторияларға, солардан ПЦР анализін ары қарай алып тексере береді. Сол себепті қазіргі уақытта одан қорқудың қажеті жоқ. Одан кейін ұма органдарының УЗИ, яғни аталық безінің размерін, көлемін, оның құрамын, одан кейін аталық безінің қосалқысының болуы, яғни ол жақта расширение бар, жоқ, аталық безінің өзіне қалыпты объемы бар, көлемі бар. УЗИ барысында олар дұрыс па, және де жаңағыдай көбінесе осы бедеу отбасылардың 50%-ында варикоцелия деген диагноз қойылады. Осындай бар ма, жоқ па?
осыларды қарау керек. Егер де варикоцелия болатын болса, оны міндетті түрде операция жасау арқылы алып тастау керек. Оған ешқандай да дәрі дәрмек көмектеспейді. Сол себепті осы маңызды анализдерді тапсыру керек, және бұларға қосымша жыныстық гормондар бар. Осы ұрықтың өндірілуіне, тестостеронның көлемін көруге осы арнайы 6-7 түрлі гормондар бар. Олар ФСГ, ЛГ, тестостерон, эстрадиол, пролактин, ТТГ, қалқанша бездің жұмысын тексеретін гормондар бар. Осылардың барлығын тапсырып болып, көрсеткіштеріне қарап, егер де өзгерістер болатын болса, оларды міндетті түрде реттеп отыру керек. Бұл жағдайды негізінде жасөспірім шақта тексеріп алған дұрыс болады. Осы жақта бізде өзгерістер болатын болса, дәрігерлерге оны стимуляция жасап, гормондар беріп реттеп алуға болады. Ал егер де жасы өсіп кеткен, жас ұлғайып кеткен болса, онда ол кісілермен жұмыс жасау кішкене қиынырақ болады, емдеудің уақытысы да ұзақ болады, кей жағдайда көмектесе алмай қалатын да жағдайлар болып отырады. Сол себепті міндетті түрде уролог-андрологтың кеңесіне жүгініп, осы жақта проблемалар бар болатын болса, оларды шешіп алған дұрыс болады. Енді үйленгеннен кейін жүктілікті қай уақытта жоспарлау керек? Жалпы жүктілікті жоспарлау ол бір хоп деп жасай салатын нәрсе емес. Оған арнайы дайындық керек. Ер адамдарға оптималды уақыт үйленердің алдында 6 ай бұрын тексерістен өту қажет деп айтамыз. Неге? Өйткені бізде ұрықтың өндірілу уақыты, от доя уақыты ол шамамен 72-74 күн уақыт. Ол уақытмен есептесек, ол шамамен 2,5 ай. Сол себепті оны 6 ай 3 ай бұрын қарап тексеріліп барып жоспарлаған дұрыс. Егер де сіздерде организмде қандай да бір дефицит болса, олардың орындарын толтырып, содан кейін барып қана жүктілікті жоспарлау қажет. Себебі ол ер адам үшін де, әйел адам үшін де өте маңызды. Әсіресе әйел адам үшін. Себебі олар балаларды 9 ай бойы көтеріп жүргендіктен, оның құрсағында сәби дамитын болғаннан кейін олардағы недостатықтарды, жетпеген жерлерін, дефициттардың барлығын толтырып барып қана жүктілікке дайындалу арқылы келген дұрыс болады. Одан кейін жыныстық қатынастың жиілігі қандай болу керек? Жалпы сперматозоидтар шығып, әйел қынабына түскеннен кейін ол жерде шамамен 72 сағаттай өмір сүре алады. Бұл дегеніміз шамамен 3 күн уақыт. Осындай 3 күн қатынаста түсіп отырсаңыздар, негізінде дұрыс болады. Көбінесе енді бұл кезде де 3 күн салды екен деп жасай беруге болмайды. Енді әйелмен ақылдасып, әйелінің де осы овуляция күндері бар, яғни жүктілікке мысалы аталық сперматозоидтарды өзіне қабылдай алатын уақыттар бар. Солардың барлығын есептеп қосылса, жыныстық қатынасқа түскен жағдайда жүкті болу вероятності жоғарылай береді. Бұл әйел организм үшін де, ер адам үшін де, мысалға, егер де сіздер күніге бірнеше рет или күніне бір қайта-қайта қосыла беретін болсаңыз да, организмдегі ұрықтың сапасының да, ұрықтың көрсеткіштері де нашарлай береді. Сол себепті уақыт салып қосылғандарыңыз дұрыс болады. Енді жүктіліктің алғашқы апталарында скрининг, жүктілік кезіндегі жыныстық қатынас қалай болу керек? Жалпы бастапқы триместрда негізінде көп жыныстық қатынасқа түсуді құптамайды. Себебі олар плацента, эмбрион дамып, жетіліп, өсу барысында, егер де сіз жыныстық қатынасқа көп түсе беретін болсаңыздар, ол әйел адамның организмін қатты қозғайды. Соның салдарынан кей жағдайларда түсіктерге де алып келуі мүмкін. Сол себепті алғашқы триместрде көп жыныстық қатынас құпталмайды. Енді бедеу отбасы түсінігі. 1 жыл тұрақты өмір сүргеннен кейін, егер отбасыда балалы болмайтын болса, бұл жағдайда тағы да бесплодие, яғни бедеулік деген диагноз қойылады.
Бұл бесплодие диагнозы қазіргі уақытта үйленген жұптардың арасында Қазақстандағы статистика бойынша 85% табиғи жүктілік ала алады бір жылдың ішінде, ал 15% жүктілік ала алмайды. Осы жағдайда ол кісілерге ол жұпқа бедеулік деген диагноз қойылады. Негізінде бедеуліктің алдын ала мынандай көп сұрақтар бар. Көбінесе әйел адамдар ғой, әйелдер тексерілсе болды емес па деген сұрақтар болады. Жалпы негізінде тексерісті ер адамнан бастаған дұрыс болады. Ер адамдарда базовый бірнеше ғана анализдің түрі бар. Осы анализді тапсырғаннан кейін сізге бедеу емес екеніңізді нақты анықтайды. Ал әйел адамдарда ондай анализ өте көп, және ол ұзақ уақыт алады, дайындықта ұзақ болады. Сол себепті ер адамнан бастаған жөн. Қандай анализдер десеңіздер, жаңа жоғарыда айтып кеттік. Ең бірінші спермограмма, ұрық сапасын тексеру, одан кейін инфекцияларға тапсыру, аталық ұма органдарының, яғни УЗИ органов мошонки тапсыру керек. Одан кейін жыныстық гормондарды толығымен тексеріп алған кезде бізге уже ол жігітте бедеу емес сынды диагнозды қоюға бірден бір базовый анализдар. Енді мынандай нәрсе бар. Кейбір жағдайда осы анализді тапсырып болғаннан кейін де қосымша анализдерге жіберіп жататын кездер болады. Енді сол кезде бір пациенттер тарапынан дәрігерлерге бір реніш болып жатады, неге осыны басында бере салмады деп. Негізінде тапсырам десеңіз, анализдің түрі өте көп. Ал біз не үшін одан кейін тапсырамыз? Өйткені осы анализді тапсырып болғаннан кейін қай жерде қандай проблема болып жатқанын шамамен түсіну арқылы ғана келесі этаптарға өтіп отырамыз. Солай анализдер тапсырылады. Ал сразу келді бүкіл анализді тапсыр деген нәрсе болмайды. Одан кейін көбінесе осы бедеулік кездерінде ер адамдарда кездесетін аурулар, айттық жаңағыдай варикоцелия деп, яғни аталық безінің әкетуші тамырларының ұлғайып кетуі. Одан кейін бұл ең бірінші венозный застойға, тамырлардағы қан айналымының нашарлауына алып келеді. Одан кейін ол жақтан ұрықтың өндірілуінің нашарлауы, тестостеронның өндірілуінің нашарлауы. Егер варикоцелия ұзақ уақыт болатын болса, гематотестикулярлы барьер деп айтады. Босы бұзылатын болса, аутоиммунды бесплодие, яғни өзінің ұрығын бөтен деп таниды. Одан сорақысы, егер варикоцелиямен ұзақ уақыт адамдар жүре беретін болса, аталық безінің көлемінің кішіреуіне алып келеді. Бұл қайтымсыз процесс. Егер кішірейтін болса, онда жаңағы аталған аталық безінің негізгі екі функциясы бұзылады. Осындай проблемалар болады. Сол себепті егерде варикоцелия диагнозы қойылса, міндетті түрде оған операция жасап алдын алу қажет болады. Және де жыныстық жолмен берілетін инфекцияларында өзінің үш топқа бөлсек, орташа, жеңіл, ауыр деп. Олардың ішінде қазіргі уақытта бедеулікке ең көп алып келетіні хламидия, трихомонада сынды инфекциялар алып келеді. Енді бұлар қалай алып келеді десеңіз, шәует шығаратын түтіктің жолын бітеп тастайды. Сәйкесінше сізден сперма шығады, шәует шығады, бірақ оның құрамында сперматозоидтар болмайды, аталық ұрық жасушалары болмайды. Сондай зиянды әрекеттері болады. Одан бөлек ер жігіттерде мынандай түсінік бар. Менен сперма шықса болды, мен әйелді көтерте алу қабілетім бар деген. Бұл жалған түсінік. Неге? Өйткені шәуеттің құрамында 10% ғана бұл аталық ұрық жасушалар, ал қалған 90% қуық-асты безінен өндірілетін сұйықтық. Сол себепті ұрық болмаған жағдайда тек қана сұйықтық қана өндіріліп шыға беруі мүмкін. Сол себепті бізде спермограмма анализі өте маңызды. Одан кейін тағы да бір айта кететін маңызды нәрсе, жыныстық қатынастың уақыты, ұзақтығы, одан кейін әртүрлі жыныс жолмен берілетін инфекциялар, осылардың барлығына міндетті түрде қаралып, тексеріліп болғаннан кейін ғана жүктілікті жоспарлау құпталады. Сол себепті барлық нәрсеге ақылмен, біліммен келгендеріңіз дұрыс болады. Егер сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады, соған жауап береміз.
Жалпы тақырып осы, біліп жүріңіздер, бар нәрсеге сауатты келіңіздер. Егер де сауатты келмегеннің әсерінен көптеген олқылықтарды, көптеген ауруларды мерзімінен бұрын жіберіп аламыз. Соларды біліп жүріңіздер. Назарларыңызға рахмет.